Барлықтарыңызға қайырлы күн. Эфирде лицей жаңалықтары. Ауыл оқушылары үшін жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиада басталды. Әлихан Бөкейхан атындағы номер 15-ші Тірек мектеп лицейінің базасына алғаш рет ауылдық жерлердегі мектеп оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың салтанатты рәсімі өтті. Олимпиаданың мақсаты ауылдық жерлерде мектеп оқушыларының дарыны мен қабілеттілігін және оларға қолдау білдіру. Олардың зияткерлік дамуы мен кәсіби бағдарлауына жағдай жасау. Салтанатты шараға Жаулы ауданының білім бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Бақыт Шертаева, Жаулы ауданының құрметті азаматтары, Абырай Алтынсарин төсбелгілерінің егерлері, ардагер ұстаздар Дәулетжан Байдалиев, Нұридин Нұрғабылов, Гаухар Тәжікенова, білім мекемелерінің басшылары, олимпиада резервтері мен дарынды оқушылар қатысты. Толығырақ әріптесін Назерке жалғастырады. Рахмет Диля. Сонымен қатар, ауылдық жерлердегі мектептердегі талантты жастарды анықтау және қолдау мақсатында Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің 2020 жылғы бұйрығына сәйкес ағымдағы жылдың 20 қарашасында алғаш рет ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың бастапқы кезеңі басталды. Білімділер сайысы оқушылардың дарындылығы мен қабілеттерін анықтау және қолдау үшін оңтайлы жағдайлар жасау, академиялық қабілетті оқушыларды іріктеу, олардың зияткерлік дамуы мен кәсіби бағдарлануы мақсатында ұйымдастырылды. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған ауыл олимпиадасына орай білім бөлімі тарапынан 9-11 сынып оқушылар арасында үздік логотип, үздік эссе, үздік веб-сайт байқаулар жарияланған болатын. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған оқушыларға арнайы дипломдар мен қатар бағалы сыйлықтар табысталды. Мынау болатын баланың белін будайды, үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұл деген сөз ынталандыру, ұрпақты ынталандыру. Мен айтар едім, ғылыми еңбек деген үлкен мәселе. Бұл ғылыми еңбекті қорғау үшін алдымен жақсы тақырып таңдай білу керек. Жақсы тақырыпқа жақсы ұстаз керек бағыт беретін. Ол 3 кезеңнен тұрады. Ол 1 жылдың көлемінде барып, сол ғылыми еңбекті қорғап шығу керек. Мен өткенде семинар болып жатқан кезде де осы әңгімені айтқам. Жалғастырамыз. Ағымдағы айдың 14-ші жұлдызынан бастап, мектеп лицейінде дене шынықтыру, көркем еңбек, алғашқы әскери дайындық және музыка пәндері бірлестігінің әдістемелік 10 күндігі өтуде. Аталған 10 күндік аясында бірлестік мұғалімдері оқушылармен ашық сабақ және сонымен қатар сыныптан тыс іс-шаралар өтті. Шара барысында дене шынықтыру пән мұғалімдері мектеп оқушыларының спортқа деген қызығушылықтарының жоғарғы екендігін және аудан, облыс деңгейінде түрлі жетістіктерге жеткендігін атап өтті. Салауатты өмір ұстануға негізделген шараға лицей білім алушылары белсене қатысуда. Бүгінге жаңалықтар топтамасы осы. Диля Сичанқызы, Назерке Жеңісбекқызы, лицей жаңалықтары.